Сәлем достар, копилка жасау үшін бізге керекті заттармен танысамыз. Бұл гипс, яғни астында Алина деген жазуы бар. Кез келген строительный магазинде сатады, бағасы шамамен 1500-2000 теңгенің аралығында. Және де осындай формалар керек болады, медицинский перчаткалар керек болады, аптекадан алсаңыздар болады, әртүрлі түстері бар негізі. Одан кейін канцелярский магазиннен зажим алсаңыздар болады, орташа размерін. Осындай одноразовый тарелка немесе осындай пеноплекс алсаңыздар болады. Пеноплекс жаңа строительный магазинде сатады. Одан кейін осындай гуаш керек болады. Осындай түсте, әдемі түсте қаласаңыз, осындай кроха краскасын алсаңыз болады, немесе гуаштың кез келген түрін алсаңыз болады. Осындай кисточкалардың наборын, осындай кисточканы алсаңыздар болады. Сосын кисточка батыруға ыдыс, түстерді әртүрлі түстер шығару үшін осындай ыдыс. Нулевка наждак строительный магазиннен тағы да осындай бесцветный лак. Бұл лак болмаса унилак деген алсаңыздар болады. Бұл лак болмаса ремалюкстың лагын алсаңыздар болады. Бұлардың истері жоқ, жақсы. Сосын осындай пакетик және де лента керек болады. Лента мынадай немізді, копилкамызды буып қою үшін, осылай әдемі болып тұру үшін осы заттар керек бізге. Достар, мен ең басында осындай екі аққаланың қалпын алдым. Сосын бір уақытта екі аққала құйдым. Оның біреуі осылай әдемі болып шықты. Ал екіншісі болса, өкінішке орай сынып қалды. Дұрыс ашпадым мен, сондықтан опытым жоқ болғандықтан. Ертесінен тағы жасадым, тағы екіншісі сынды, біріншісі әдемі шықты. Және де осындай тесігін жасайтын кезде тиын салатын жерін мен дұрыс теспедім. Оны осылай жамап қойдым, әйтеуір сондай жағдайлар болды. Одан кейін бұл копилка жасау өте ұқыптылықты талап етеді. Аккуратный болу керек. Мынандай әдемі болып шықты одан кейін жасағандарым. Сіздер де асықпай жасайтын болсаңыздар, өте әдемі шығады. Достар, ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер. Мынаны қараңыздар, менің бояған копилкаларым өте әдемі шықты. Көздің жауын алатын осындай әдемі копилкаларды сіздер де жасай аласыздар. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Ендеше бірге копилка жасайық.